Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласы номер 109 мектеп 4 Ә сынып оқушысы Байдәулет Аяулымын. Мен сіздерге Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба тақпағын айтып беремін. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асылыс көнсеңіз, жамандық көрсең нәфратлі, суытып көңіл тисаңыз. Жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсаппақ бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болма қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Бір іске келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл менен жеңсеңіз, надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсеңіз, көп орында көмін айтпа. Біздің сөзге ерсеңіз, мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл, осы жалған дүниеден. Шешең де өткен не бұлбұл, көсем де өткен не дүлдүл. Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қайсық көрінсе, мейлің таста мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап құлақ қал. Ақымақ көп, ақылдас деме, көптің сөзі пұл. Жақынның сөзі тәтті деп жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөз ерме. Сізге айтамын қауіп бұл, өзің үшін үйренсең. Жамандықтан жеренсең, ашыласың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу білмессе білсең, білгеніңнің бәрі тол. Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген құл, ғұлама Хидауани. Солай депті ол жыл, сөзін оқы және ойла. Тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көнелгіл.